Мына көшпенділер ойындары басталып жатыр. Халық жақсы пікірлерін айтып жатыр. Мынау және осы қазақ тілінде басталды. Қос тілді қойып, өзіміздің тілді көтеріп жатырғаны қуантады. Сосын мынау тәңірлік сенімге, жалпы көшпенділер мәдениетіне қайтадан бет бұрудың басы бола ма сонда бұл? Иә, солай болады. Жаңа цивилизация өздеріне көшпесе, цивилизацияның құруы мүмкін емес, ол түсінікті. Қалай болса да, қалай коммунизм қандай күшті болса да, құрамдары қандай күшті болса да, олар эволюцияның машинесіне шыдамай кетті, жаншылып. Енді ислам да кетеді оның астына. Ислам кетіп жатыр. Мекканы, оның несі, аэропорты, Бурджа дейміз, суалып кетіп жатыр. Абу-Дабині суалып кетіп жатыр, қалаға айтып жатыр, Абу-Дабиге Назарбайдың нелері қашты бәрі, сүмірейлері. Соны суалып жатыр, бәрі кетіп жатыр судың астында. Машинелер, үйлер, далаға шықпай, адамдар шықпай қалды. Міне табиғаттың мінекей қаһары. Аяқ астынан сондай қиын не болып жатыр. Соның бәрі енді ол цивилизацияның әсері бізге ешкімге тиіспей, ешкімге тиым салынбай, тыныш отыруымыз керек. Эволюция өзінің бәрін жөндеп береді. Біздің мақсатымыз тәңірден ұстап, өзіміздің тәртібімізді ұстап отыруымыз керек. Тыныш ешкімге тиіспей, ешкімді қуаламай. Мына көшпенділер ойындары болып жатыр ғой. Әсіресе мына көкпардан, аударыспақтан, ел қызығатын ат үстіндегі спорттан біздің қазақтың жігіттері мен қырғыз көршілес қырғыздың жігіттері дес бермей тұр, жақсы. Бұл енді әлем алдында мына көшпенділердің салт дәстүрін мойындату ғой бір жағынан, иә? Иә. Олардан монғолдар жеңіліп жатыр, тіпті монғолдар атқа отыратын адамдар емес екен болыпты. 16-0 қырғыздан жеңіліп жатыр. Өзбектер қазақтан жеңілді, оңбай жеңілді. Көшпенділердің несін дәстүрін айырылған адамдар көшпенді ойындарын шыдамайды екен. Иә, солай. Жақсы, жеңіп жатыр біздің күресшілер. 3-6 медаль біздің не бар қалтамызда. Басқаларда жеңетін шығар бәрі қазақша күрес, біздің ұлттық күресіміз. Ешкімге де бой бермейміз.